Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін Астанада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында Бабалар сөзі даналық көзі атты 4-ші республикалық жыршы термешілер фестивалі өтіп жатыр. Бұл шараға еліміздің түкпір-түкпірінен ең танымал жыршы термешілер жиналды. Дәстүрлі шараға бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, парламент депутаттары мен зиялы қауым өкілдері, көршілес мемлекеттердің елшілері, дін қызметкерлері және конфессия өкілдері қатысты. Бас мүфти өз сөзінде жыраулық өнердің ислам құндылықтарымен сабақтастығын және ұлттық руханияттағы маңызын атап өтті. Фестиваль аясында еліміздің әр өңірінен келген жыршы термешілер ізгілік пен имандылыққа толы жыр термелерді орындады. Шара барысында жыраулық мектептің дамуына үлес қосқан белгілі жырау Алмас Алматовты бас мүфти 70 жас мерейтойымен құттықтап, иығына шапан жапты. Айта кетейік, көне діни өлеңдер мен мінәжат жырларын жаңғыртуды мақсат еткен бұл фестиваль осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл игілікті шаралар халқымыздың талай ғасырлардан бері жалғасқан жыршылық дәстүрін жаңғыртуға, ұлттық рухты асқақтатуға серпін беруде. Өйткені жыр қазақтың рухани тамыры, ал киелі сөз бабамыздың аманаты, терме ұрпақ санасына құйылған тәрбие бұлағы. Жыршы термешілер халықтың шежіресі, жүректің үнін жеткізуші даналық иелері. Сіздер елдіктің, ынтымақ пен имандылықтың жаршысы болған тұлғасыздар. Қазақ даласында жыраулар тек өнер иесі емес, халықтың ақылгөйі, ел тірегі, руханият жанашыры болған. Ары қарай мүфтият баспасынан жарық көрген бірқатар жаңа еңбектің таныстырылымы өтті. Атап айтқанда, имам мағынасы кітабының 9-шы томы, Бәдәл Қажы еңбегінің 4-ші басылымы, Ислам энциклопедиясының 3-ші томы және имам Әбу Ханифаның хадистегі орны кітабы көпшілікке таныстырылып, тұсауы кесілді. Салтанатты шараға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, парламент депутаттары, қоғам қайраткерлері, шетелдік дипломаттар мен дін қызметкерлері қатысты. Бас мүфти өз сөзінде діни әдебиеттерді әзірлеу мен насихаттаудың маңызын атап өтіп, мүфтият баспасы арқылы бүгінге дейін 90-ға жуық еңбек жарық көргенін жеткізді. Сондай-ақ тәуелсіздіктің 35 жылдығына орай жүзеге асырылып жатқан 35 айтулы шара аясында рухани кітап айлығы жобасы басталғанын айтып, бұл бастаманың кітап оқу мәдениетін арттыруға және діни сауатты нығайтуға бағытталғанын атап өтті. Жиын барысында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рухани ағартушылық жобалары таныстырылып, арнайы бейнеролик көрсетілді. Ал зиялы қауым өкілдері жаңа еңбектердің ел руханияты үшін маңызын ерекше атап өтті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы тапсырысымен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғимаратында Қазақ даласындағы ислам тарихы мұражайы ашылды. Мұражайдың ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен мәжілісінің депутаттары, зиялы қауым өкілдері, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, ғұламалар, сарапшылар кеңесінің мүшелері қатысты. Бас мүфти бұл мұражайдың халқымыздың сан ғасырлық рухани мұрасын, имани құндылықтарын және тарихи жадын жаңғыртатын маңызды бастама екенін атап өтті. Мұнда ислам өркениетінің әр дәуірінен сыр шертетін қасиетті жәдігерлер мен сирек қолжазбалар топтастырылған. Сондай-ақ мұражай болашақ ұрпаққа бағыт-бағдар беретін тарихи тағылым орталығы болмақ. Шара барысында Ислам ғылыми зерттеу институтының директоры Төреәлі Қыдыр сөз сөйлеп, мұражай қорына құнды тарихи жәдігерлерді сыйға тартты. Мұражайда қазақ жеріне ислам дінінің келуі, оның тарихи дамуы, ұлт руханиятымен байланысы және қазақ даласынан шыққан ғұламалардың мұрасы кеңінен таныстырылды. Біз бүгін жақсы жыр термелердің бір үлкен шарасын көрдік. Не керемет. Енді бізде өкінішке орай кейбіреулері жастарымыз адастырып, бізде музыкалық аспаптар харам деп, домбыраны харам дейтіндер болса, бүгін мүфтият осындай шаралар өткізу арқылы ондай барлық жалған әңгімеге нүкте қояды. Жоқ, ондай емес. Біз мүфтияттың өзі осындай шаралар өткізген әрине өте дұрыс. Екінші, бүгін тамаша кітаптардың тұсаукесерін көрдік. Біз енді Абу Ханифин жаңағы мазхабы деп айтамыз, бірақ әркім әртүрлі қылып айтады. Әлеуметтік желіде қарасаң, сөзін бастайды да ары қарай басқа жаққа бұрып жүреді. Енді ондай бұрмайтын болады. Қандай керемет баспадан кітаптар шыққан екен. Мен енді өте өзім қызығып қарап отырмын. Әрқайсымызды естиміз, бірақ бір жерде дұрыс жинағы мүфтият шығарған кітап әрине барлығымызды жақсы
жақсы білім беретін, жақсы ағартушылық қасиет. Енді бүгін және жаңа жақсы мұражай ашылды. Мұражайда көп ойландырады. Тарихын, қалай ислам діні Қазақстанға келгені, ол ар жағында, ол бер жағындағы тарих емес, ар жағындағы тарихын айтып, біздің осындай бұрыннан бері дәстүрлі осы ислам дінін қалай ұстанып келатырмыз, қалай пайда болды, кімдер алып келді, қалай болды, сол туралы жақсы бір мағлұматтар алдық. Енді әрқайсымыз осы біз жастарымыз жан жаққа тарап кетпесін, бәрі бір болсын, ислам діні біріктіретін дін болсын деп ойлаймыз. Және бүгін оны өз көзіммен көрдім. Муфтият жасап жатқанда, Наурызбай қажы тағанұлы жасап жатқан жұмыстарына, әсіресе жүйелі жұмыстарына сәттілік тілегім келеді. Біз парламент депутаты реттеріне біз енді өз қолымыздан келгенше заңмен қолдау жасау, мемлекеттің мүшелігімен қолдау жасауға дайынбыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы діни мерекелермен қатар ұлттық мейрамдарды да лайықты деңгейде атап өтуге айрықша мән беріп келеді. Осы игі дәстүрдің жалғасы ретінде бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына орай әз Наурыз ырыс пен бірлік мерекесі атты тағылымы мол рухани мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Салтанатты жиында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы тағанұлы жиналған қауымды Қазақстан халқының бірлігі күнімен және әз Наурыз мерекесімен құттықтап, бұл мейрамның қоғам үшін маңызына тоқталды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет және қайырымдылық қорының ұйытқы болуымен ел үлесі пәтерге жобасы аясында көп балалы 9 перзент тәрбиелеп отырған отбасыға баспана табысталды. Өте қуанышты сезімдеміз. Бұндай күткен жоқпыз, әрине. Бірінші Аллаға рахметімізді айтамыз. Осындай атсалысқан барлық халыққа рахметімізді айтамыз. Осы зекет қорына рахметімізді айтамыз. Бәріміз қуаныштымыз, бала-шағамызбен бәріміз. Сонымен қатар оңалту орталықтарына жолдамамен ем алуға арналған арнайы сертификаттар да берілді. Шара аясында арнайы киіз үйлер тігіліп, қазақ халқының бай салт дәстүрлері кеңінен таныстырылды. Ауқымды жиынның негізгі мақсаты ел ішіндегі татулық пен өзара құрметті нығайту, Наурыз мейрамының рухани әрі мәдени құндылығын дәріптеу, сондай-ақ дін мен дәстүр сабақтастығын кейінгі ұрпаққа насихаттау болды. Мерекелік басқосуда Қырғыз Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшісі Құдайберген Базарбаев, Қазақстан Республикасы Мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов, Дін істері комитеті төрағасының орынбасары Мақсат Раманқұлов және түрлі конфессия өкілдері құттықтау сөз сөйлеп, ізгі тілектерін жеткізді.